Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тіл пәнінің 17-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біз бұл сабақта өзіміздің білімімізді тексереміз. Яғни 1-ші сабақтан бергі 16-ші сабақ аралығындағы өзіміздің алған білімімізді тексеріп, ұмытқан нәрселерімізді қайтадан есімізге түсіреді екенбіз балалар. Олай болса, 1-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда дейді. Олай болса балалар, мен сендерге мәтінді оқып берейін, сендер жақсылап тыңдаңдар. Бүгін жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтті. Ағаю туралы сұрақ болды. Мерей сұрақты тыңдап болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Міне, іздеген ақпараты да табылды. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды дейді. Балалар, ендеше астындағы сұрақтарға назар аударайық. Мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып жаз дейді. Балалар, сендерге қандай сөздер түсініксіз болды? Бұл жерде балалар, сөре және тетік деген сөздер сендерге түсініксіз болуы мүмкін. Балалар, бұл жерде сөре деген сөз кітаптарды қоятын шкаф. Барлығымыздың үйімізде болуы мүмкін. Не болмаса, кітапханаға баратын болсақ, кітапханада кітаптар қойылып тұрған, кітаптар жиналып тұрған орынды біз сөре деп айтамыз, яғни кітап сөресі. Ал келесі тетік. Тетік деген сөз телефон тетіктері, яғни телефонның кнопкалары, телефонның басқыштары. Мінекей, тетік және сөре деген сөздер осындай мағыналарды береді екен. Бұлардан да басқа сөздерді түсінбеген болсаңдар, комментарияға жазып кетіңдер, мен сендерге сол сөздердің мағынасын түсіндіріп беретін боламын. Және де келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ, Мерей теледидардан қандай хабар көрді дейді. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалады, жануарлар әлемі деген хабарды көрді. Ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Мерей сұрақты ести салысымен қайда жүгіріп еді балалар? Кітап сөресіне жүгірді, Мерей кітап сөресіне жүгіріп, кітаптарды ақтарды, яғни Мерей бұл сұрақтың жауабын кітаптан тапты. Үшінші, аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар дейді. Балалар, біз бұл сұраққа жауап беру үшін ережелерді қайтадан есімізге түсіруіміз керек. Балалар, аю сөзінде қанша әріп бар екен? Қане санайықшы? 1, 2 әріп бар екен, ал аю сөзінде 3 дыбыс бар. 2 әріп, 3 дыбыс бар. Неліктен деп ойлайсыңдар? Ол үшін біз ережені қайталап есімізге түсіруіміз керек. Ережеде жазылғандай, ю әріпі бір ғана әріппен таңбаланғанымен, бірақ айтылған кезде бізге 2 дыбыс естіледі екен. Біз ю әріпіне қарағанда тек қана бір ғана әріпті көреміз, ал естіген кезде и және у деген 2 дыбысты естиді екенбіз. Яғни біз бұл жерде а, и, у деген дыбыстарды естиміз. Сонда біз 3 дыбысты естіп тұрмыз, яғни аю сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар екен. Сонда аю сөзінен 2 әріпті көреміз, 3 дыбысты естиміз балалар, Келесі тапсырма, сызбадан хабар жүргізуші мен Мерей сөйлеу әрекетінің қай түрін қолданғанын тап дейді. Балалар, біз алғашқы сабақтарымызда сөйлеудің түрлерін өткен болатынбыз, Сөйлеу ауызша және жазбаша сөйлеу деп екіге бөлінеді. Ауызша сөйлеген кезде біз ауызша хабар береміз, яғни біз өзіміздің тіліміз арқылы сөйлейміз, және де оны басқа адамдар тыңдайды, естиді. Ал жазбаша сөйлеуде біз белгілі бір өзіміздің айтатын ойымызды жазу арқылы береді екенбіз, және де оны басқалар оқиды екен, оқу арқылы түсінеді екен, Және де бұл жерде Мерей мен жүргізуші телефон арқылы сөйлесті, Мәтінде оқығанымыздай, Мерей тез-тез телефонның тұтқасын алып, телефонның тетіктерін басып, жаңағы жүргізушіге хабарласады, телефон соғады. Солай Мерей мен жүргізуші
сөйлеседі. Яғни бұл жерде Мерей мен жүргізуші жазбаша түрде сөйлесті ме, әлде ауызша сөйлесті ме? Дұрыс айтасыңдар. Телефон арқылы олар ауызша сөйлесу түрін қолданды, иә? Келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз дейді. Балалар, Саян өзі туралы айтты. Екінші суретте ол досының сөзін мұқият тыңдады. Үшінші суретте ол сөздерді теріп жазды. Төртінші суретте Саян мәтінді түсініп оқыды. Балалар, олай болса, астындағы тапсырмаға назар аударайық. Жазған сөйлемдеріңнен 4 дыбыс 3 әріптен тұратын сөзді тауып астын сыз дейді. Балалар, бұл жерде Саян деген адамның, баланың аты, кейбір кітаптарда Саян емес, Аян деп келеді. Яғни бұл жерде 4 дыбыс 3 әріптен тұратын сөз ол Аян. Яғни біз Аян деген сөздегі әріптерді санағанда 3 әріпті санаймыз, ал естігенде 4 дыбысты естиміз. Себебі ережеге сәйкес я деген әріп и және а деген дыбыстарды бізге береді екен, естиді екенбіз біз. Үшінші жаттығу, ертегіні парталасымен рөлге бөліп оқы. Балалар, біз төмендегі сөйлесуге қарап, олардың диалог арқылы сөйлескенін бірден байқай аламыз, Себебі диалог арқылы сөйлескен кезде әр кейіпкердің сөзі жаңа жолдан басталады, және әр кейіпкердің сөзінің алдына үлкен сызықша қойылады. Бұл жерде сызықша арқылы сөйлесіп тұр, яғни оның диалог екенін бірден байқай аламыз. Ендеше рөлге кіріп, өздеріңнің достарыңмен, парталастарыңмен рөлге бөліп оқыңдар. Аюдың қонжығы мені бадырақ көз деп мазақтады. Одан басқа не деді? Қалқан құлақ, қылый көз. Сен оған не айтып едің? Мен бе? Мен ештеңе де айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда ол өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен Қорбаңбай деп едім. Көрдің бе? Әне, алдымен өзің тиісіпсің ғой. Мазақтап ренжіткенсің. Ол мазақтаса, ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Балалар, ендеше астындағы тапсырмаға назар аударайық. Оқығаныңның диалог екенін дәлелде. Әңгімелесуге қандай ертегі кейіпкерлері қатысқанын айт дейді. Балалар, бұл жерде диалог екенін қайдан білеміз? Себебі бұл жерде екі кейіпкер сөйлесіп тұр екен, және де олардың әрқайсының сөзінің, айтатын сөзінің алдында сызықша тұр екен, және де бұл әңгімелесуге қандай ертегі кейіпкерлері қатысқанын айт дейді. Бұл жерде көжек пен оның анасының сөйлескенін, әңгімелескенін байқай алады екенбіз, және де ертегіге ат қой дейді. Балалар, бұл жерде көжек пен оның анасы екеуі бір-бірімен сөйлесіп тұр, яғни диалог арқылы бір-бірімен сөйлесіп тұр екен. Енді ертегіге ат қой дейді. Балалар, біз бұл жерде арыз қой көжек деп қоямыз ба, әлде шылау көжек деп қоямыз ба? Бұл мәтінге арыз қой көжек деп тақырып қоятын болсақ, үйлесетін сияқты. Себебі бұл мәтінде көжек өзінің анасына арыз айтып келіп отыр, яғни қонжықтың оны қалай мазақтаған туралы арызын айтып келіп отыр. Сол себепті арыз қой көжек деп қояйық, балалар. Келесі 4-ші жаттығу. Суреттерге қара. Қай суретпен диалог құрастыруға болады? Неге? Парталасыңмен бірігіп диалогты жалғастырып көр дейді. Жидегің тәтті ме? Өте дәмді. Жейсің бе? Я, жеймін. Мә, ала ғой. Балалар, бұл жерде де екі кейіпкер диалог арқылы сөйлесіп тұр екен, Бұл жерде жидегің тәтті ме? Және жейсің бе деген сияқты бір-бірімен сөйлесіп тұр екен. Бұл жерде жидек ұстап тұрған әрине қонжық, яғни осы суретке сәйкес келіп тұр біздің диалогымыз, Және де астындағы тапсырмада қоян, аю, тиын сөздеріне дыбыстық талдау жаса дейді. Олай болса, балалар, қанекей, осы сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Қоян сөзінен біз қанша әріп көріп тұрмыз? Балалар, біз әріпті көреміз, ал дыбысты естиміз,
ендеше көріп тұрған әріптерімізді санайық. 1, 2, 3, 4. 4 әріп көріп тұрмыз. Ал қанша дыбыс естіп тұрмыз? Бұл жолы ережені қайтадан есімізге түсіруіміз керек. Я әріпіне байланысты, Я әріпіне байланысты бізде мынандай ереже бар еді. Я әріпі бір ғана әріппен таңбаланғанымен бізге 2 дыбыс естіледі, яғни И және А деген 2 дыбыс естіледі екен, Сонда біз бұл жерден 5 дыбыс естиді екенбіз, Және де бұл дыбыстардың әрқайсына дыбыстық талдау жасайық. Ол жерде Қ дыбысы дауыссыз, О дыбысы дауысты жуан, және де Я деген әріп бізге И және А деген дыбыстарды беретін еді. Яғни қысқа И бізде дауыссыз, А дауысты жуан, және Н дауыссыз. Келесі сөз аю. Балар, аю деген сөзден неше әріп көріп тұрмыз? Қане санайықшы. 1, 2 әріп көріп тұрмыз. Және қанша дыбыс естиміз? Ережеге сәйкес ю деген әріпте 2 дыбыс естіледі, яғни И және У деген дыбыстар естіледі екен. Сонда біз 2 әріпті көріп тұрмыз, және 3 әріпті естіп тұрмыз, Және де бұларға дыбыстық талдау жасайтын болсақ, А деген дыбыс дауысты жуан, қысқа И дауыссыз, У дауысты. Балар, дауыссыздан кейін келген У дауысты болады, Яғни бізде қысқа И дауыссыз, ал У сол дауыссыз Идан кейін келіп тұр. Ережеге сәйкес дауыссыз дыбыстан кейін У келсе, онда ол дауысты болады. Келесі 3-ші тиын. Тиын сөзінен біз қанша әріпті көріп тұрмыз, балар? 4 әріп көреміз, және 4 дыбыс естиміз. Себебі бұл жерде 2 дыбыс беретін ешқандай әріп жоқ екен, Мінекей балалар, осымен біздің бүгінгі 17-ші сабағымыз аяқталды. Ендеше келесі сабақта кездескенше. Арнаға тіркелмеген болсаңдар тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар, балалар.